Саламатсыздар ма? Менің есімім Үміткен, мен Бірінкас компаниясының партнермін. Мен бүгін сіздерге қалай осы компанияға, Бірінкас компаниясына тіркелуді көрсеткім келіп жатыр. Ол үшін бірінші өзіміздің партнерімізден мынандай ссылка аламыз, ссылка арқылы өтеміз. Сол кезде мына вступит команда дегенді басамыз. Одан кейін фамилия деген жерге фамилиямызды, атымызды, емайлымызды, телефон номерімізді түгелдей дұрыстап жазамыз. Достар, менің осы каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Тіркелмесеңіздер, мен алда да әртүрлі осы маркетинг компания жайлы, маркетинг план жайлы болмаса отзывтармен сіздермен бөлісіп отырамын. Қалай жұмыс істеу жайлы. Бірге жұмыс істеп, бірге денсаулығымызды жөндеп қана қоймай, пайда табайық, табыс табайық. Міне көргендеріңіздей почта жазамыз. Почта рабочий болу керек және паролімізді білуіміз керек. Почтаны қалай ашуды осы менің каналымда бар, көре аласыздар. Одан кейін телефон номерімізді, жұмыс телефон номерімізді жазамыз. Себебі бізге SMS келеді, басқа кездерде де бізге өзіміздің жеке телефон номерімізді жазуымыз керек. Және пароль 8 цифрдан болады. 8 цифр арқылы 8 символ әріп қосуыңызға, үлкен әріп, кішкентай әріп қосуларыңызға болады. Осылай етіп паролімізді жазамыз және паролімізді ұмытып қалмаймыз, ұмытып қалмайтындай етіп жасаймыз. Зарегистрироваться дегенді басамыз. Міне поздравляю деп біз шықты, уже зарегистрировались. Міне көріп тұрғандарыңыздай значокпен осыны біз скачать етіп алуымыз керек. App Store'дан болмаса Play Market арқылы. Соған кірген кезде, соны басып кірген кезде біз өзіміздің немізге кіре аламыз, страницамызға кіре аламыз. Мына жерде көріп тұрғандайыңыздар орысша, қазақша қайсысына қойсаңыздар да болады. Мен қайтадан шықтым сіздерге көру үшін қалай кіруді. Міне сол значок біздің өзіміздің рабочий столымызда болады, телефонымызда. Соған кіріп басқан кезде мына жерде логинімізді және паролімізді жазамыз. Және тілімізді аударуға болады әртүрлі. Жаңа айтқандай мына жерде қысқа 4 түрлі өзіңізге код қоясыз. Қайсысын кірген кезде быстрый доступ дейді. Мына өзіңіздің әлпетіңізді түсіресіз бе, түсірмейсіз бе, соны жабасыз. Міне менің каналыма кірдім. Мен өзім емес, мен қызымның атына аштым. Енді сіздер естеріңізде болсын. Сіздер осындай каналды ашқаннан кейін, өздеріңізге кабинетті ашқаннан кейін 15 күнге шейін сіз активация жасамасаңыз, онда автоматически жойылып кетеді бұл кабинет. Сіз қайтадан қалай активация жасар кезде қайтып ашуларыңызға болады. Енді біз реферальный ссылка деп тұрған жерден реферальный ссылка ашу үшін біз логин жасауымыз керек. Логинімізді жазамыз қазір. Мен қазір жазам логинді. Міне өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге қандай ұнайды, соған мен Үміт деп жаздым. Мынадай логин уже заняты деп келді. Басында мен көрмей қалдым, қайтадан не үшін бермегенін. Сосын екінші рет жазған кезде мен түсініп көрдім. Логин занят. Осын енді мен қайтадан Үміт 06 деп жаздым. Үміт 06 деген маған логинді берді. Ол бос екен. Енді сонымен біздің реферальный ссылкамыз шықты. Міне согласен дегенді басамыз. Мына жерде договор оқуларыңызға болады, өздеріңіз не қандай бар ішінде. Сосын согласен дегенді басқан кезде біздің көріп тұрғандарыңыздай реферальный ссылкамыз шықты. Қасындағы мына көріп тұрған 4-3-ті басқан кезде бізге өзіміздің ссылкамызды алып шақырып жатырған партнерларымызға жіберуге болады. Сонымен қатар мен ішіне сіздерге обзор жасайын. Көрдіңіздер, әртүрлі мына жерде настройка жасауға болады. Одан кейін профилімізді өзгертуімізге болады. Мына жерде бәрін толтыруымыз керек. Лиди команда дейді. Мына жерде әртүрлі бәрін ішіне кірсеңіздер толық білесіздер. Мына жерде моя команда деген жерде сіздің командаларыңыз жазылып тұрады. Покупка продукты деген жерде покупка продукты жасай береміз. Ең жақсысы мына жерде бізге команда сабақ, академический бизнес сабақ болады. Сабақты біз түгелдей оқысақ, біз команда жайлы, осы компания жайлы толық және сонымен бірге продукциясы жайлы толық біліп шығамыз. Толық қалай компания қашан құрылғанынан бастап қалай жұмыс істеу керек, қандай продукциялар бар, не қандай емге, соның бәрін біз толық біліп шығамыз. Енді қалғандарына көрсетейін. Қазір сізге ішіне кішкентай ғана, мен қысқа ғана обзор жасайым. Себебі оған ұзақ уақыт кетеді. Фотоларыңызды қоюларыңызға болады. Наследник мына жерде бар.
наследнигімізді жазған кезде наследнигіңіздің өзіңіздің кімді наследник қыласыз, соны түгелдей данныйын жазып кетуіміз керек. Бұл наследниктерді міндетті түрде толтырғанымыз жақсы. Бізде бір жағдайлар болып қалуы мүмкін, артымыздағы балдарымыз. Сол кезде кабинетімізде ақша қалса, наследнигіміз алып, ары қарай жұмыс істеп кете алады біздің орнымызға. Енді одан кейін мына жерде тілімізді ауыстыруға болады. Және мына жерде түгел бар бәрі. Және бұл жерде маған ұнайтын мына файлдың ішінде барлығы бар. Дизайнерский материалы дейді. Мына жерде анимационный роликтің ішінде әртүрлі біздің товарларымызға роликтер алып, соны біз жіберуімізге болады. Өзіміздің жібергіміз келген адамдарымызға. Бұл жерде еш нәрсені біз өзіңіз жасап, видео жасап, бір нәрсе жасап, уақытымызды алып отырмаймыз. Түгелдей бізде дайын дубликация жасасаңыздар болады. Даже презентация жасағанға біздің презентациямыз мына жерде дайын тұрады. Офис ашамыз десеңіздер, офистің ішінде мына жерде қалай әрлену керегі түгел жазылған. Маған бұл жерде ұнайтыны файлдың ішінде дизайнерский материалы деген бар. Қазір көрсетем. Дизайнерский материал өте ұнайды. Себебі бұның ішінде елдерге тарататындай буклеттер, визитный карточкалар барлығы дайын тұрына. Көрсеңіздер, буклеттер оздоровительная система дейді. Не ішуіміз керек? Женское здоровье мына. Витамин А, В, йодин хелпшесі, женское здоровье. Одан кейін здоровье сердца сосуды. Не қандай продукция қолдануымыз керек? Кардиомарин, спирулина, витамин А мен В. Бұның бәрі не қалай екенін жаңағы академический бизнесті оқысақ біліп аламыз. Енді бұл жерде онымен қоса жаңа айтқандай визитный карточка жасауымызға болады. Осылай сіздер ішін түгелде қарапсаңыздар, түгел түсінікті, өте түсінікті етіп жазылған деп ойлаймын. Біздің кабинеттің іші. Осы менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бір нәрсе түсініксіз болса маған жазыңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, қоңырауды басып қойсаңыздар, менен келген жаңа видеолар сіздерге барып тұрады. Сау болыңыздар.